Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгін біз Шымкент қаласының тұрғыны, қоғамдық белсенді, ұлт жанашыры Нұржан Мұхамметовпен тікелей эфирге шықпақшымыз. Қазір Нұржанды қосамын. Осы тікелей эфирге байланысты сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Қазір қосылуы тиіс. Сұрақтарыңызды дайындап, Нұржан Мұхамметовке қойылатын болса. Қосылып отырыңыздар. Менің дыбысым естіліп тұр ма екен? Қосылмай жатыр. Қосылмай жатыр ма? Техникалық қалалар болып тұр ма? Қазір қосылуы керек. Мен қосылды. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Ассалаумағалейкум Нұреке. Бүгін сізбен тікелей эфирде сұхбат өткізудің сәті түскен екен. Осы тікелей эфирде бірқатар сұрақтар бар. Соған әлі шынайы, ашық жауап береді деп сенемін. Онда тікелей эфирімізді бастайық, Нұреке. Бастайық. Уағалейкум ассалам. Нұреке, енді біз әдеттегідей сұрақтан бастаймыз. Жалпы мынау өзіңіз туралы бір қысқаша таныстырып өтсеңіз, одан кейін ары қарай сұрақтар бола береді. Өзім туралы, мысалы үшін қалай өмірбаянымды әлде белсенді жолды бастаған? Өзіңіз туралы қай жылғысыз, қай жерде туып өстіңіз деген сияқты қысқаша, енді білетін азаматтар бар, білмейтін азаматтар бар. Ассалаумағалейкум қазақ халқы, қазақ елі. Мен 1975 жылы 7 апрельде туылғанмын. Қазіргі Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ордабасы ауылында. Мен туылғанда Бөген ауданы, оңтүстік Қазақстан облысы болды ғой. Бөген ауданы, Ордабасы ауылы болған. Бала-шағам 5, көпшілік оны біледі. Отбасылымын. Аллаға шүкір, Алланың берген 5 бала-шағам бар. Сол қысқаша мына белсенділік жолда негізі естіліп тұр ма сөздерім? Естіліп тұр. Белсенділік жолға мен 2016 жылдан бері түскенмін. Белсенділік 2016 жылы 1 миллион гектар жерді сатамыз деп сатуға қойғанда 21 майда 2016 жылы алаңға шыққам. Сол алаңнан басталған. Негізі мына жүйенің заңсыз әрекеттеріне қарсылығымды 2012 жылы бастаған. 2008 жылы бірінші перзентім өмірге келгенде, сол жерде мына қаншама заңсыздықтарды басымнан өткіздім. Бірінші перзентімді кесарьва жасап,
бізден сұрамастан, біздің рұқсатымызсыз жасағанда, сол кезде Алматы қаласы екінші перзентханада босанған болады келіншегім. Сол жердің бізден рұқсат сұрамай кесарево жасап тастауына байланысты сол жердің дәрігерін Соколованы сотқа бергенде, ол сот бармақ басы көз сығылып, дәрігердің жағына шешіп берген. Сол уақытта болған екен ғой жемқорлықтар. Негізі біз жүре берген екенбіз, мен негізі 2008-ге дейін Назарбаевты мақтап, жақсы. Мен мақтағанда мақтап емес, Назарбаевты жек көрмесем негізінде. Кейіннен біліп жатырмыз ғой, 2016 жылы жер сатамыз деген кезде кім екенін білдік. Жүйенің қандай адамдар екенін, кімдер екенін, атадан қалған аманат, осыншама қазақтың несібесі, ырысы, әрбір қазақтың тиесілісі ғой негізінде, әрбір қазақтың осы жердегі, осы елімізде өмір сүріп жатқан ата-бабалары соғысып осыншама ұлан-ғайыр жерді аманат еткен. Оның осы жерді алып қаламыз деп, мына орыстың бодандығының кезінде де, мысалы үшін қаншама арыстарымыз кетті, мына Алаштың ұлдары кетті, Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов деген, Ахмет Байтұрсынов аталарымыз, қаншама ата-бабаларымыз, аталарымыз, әжелеріміз шахит кетті осы жер үшін, ел үшін. Сол орыстың бодандығында тұрса да, солар әрекет жасап, осыншама жерді бізге жеткізіп берді. Енді қазір егемендік алып, егемендік ел болып, енді аузымыз асқа жетті ме деген кезде, қазіргі мына елге, елімізге, жерімізге көз алайтып отырған мына қарға құзғындар біздің сол қалған жерімізден де айырмақшы болып тұр ғой олар қазіргі таңда. Сол. Жалпы мынау саяси алаңға келуге сол мынау медицина қызметкерлерінің әділетсіздігі, мынау жемқорлығы себеп болды ғой сонда, былайша 2012 жылы, солай ғой, нақты қысқаша. Қысқаша сол 2012 жылы менің 5-ші перзентім өмірге келді. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 әрқайсының арасы. Бұл енді Алланың маған берген бір сыйы болды. Себебі бірінші перзентім кесарево болды. Одан кейінгі төртеуінде кесареводан босанып келіншегім. Оны енді істемегеніміз қалған жоқ. Жүктілікке қарсы дәрісінде ішті, басқа да тоқтату жолдарының бәрін қарастырды. Соңғы 4-ші баламда осы Ташкентке алып барып, Ташкентте акушер-гинекологический Центрально-Азиатский университет бар. Сол жерде не қыламыз? Тоқтау саламыз деп, медицина тарапынан жасайтын бәрін жасады. Сонда да Алланың несінен шек қоя алмайды екен, Алла берем десе береді екен. 5-ші перзентіміз өмірге келді. Сол кезде мен келіншегімді батыр ана ретінде, мынау Орта Азияда 5 жылда 5 операцияман тоқтамай, кесареводан босанған әйел жоқ деп айтуға оңай деген бағдарламаға шақырған біз ток-шоуға. Сол жерде мен мына денсаулық сақтау министрлігі сол 2012 жылы тұрған, қазір аты жөні есімде жоқ, ұмытып қалдым. Кім болды анау? Арыстанбек Мұхамедияров деген болды, сол уақытта Алматы қаласында депутат еді. Дана Нұржігіт деген болды. Солардың сондай бір нелерін, сөздерін естіп, мен мына біздің елді кімдер басқарып отыр, біз кімдерге сеніп жүрміз деп, мен сол жерде таңғалғам. Дана Нұржігіттің айтқан бір сөзі әлі есімнен кетпейді. Жүкті болу үшін дейді, босану үшін адам сауатты болу керек дейді. Сонда біздің баяғы 10-нан 15-тен туған осы біздің қазақ ұлты жойылып кетпеу үшін қаншама өздерінің жанын қиып, өлім мен өмірдің арасында 62 тамырын иіліп тұрып, босанған алтын құрсақты әжелерімізді, аналарымызды сауатсыз деп, сауатсызға шығарған сол Дана Нұржігіт. Сол жерде. Жүктілік болу үшін дейді, босану үшін сауаттылық керек дейді. Бұның қандай сауаттылық керек екенін түсінген жоқпын сол жерде. Дана Нұржігіт анау хабардың журналисі емес па, түсінікті бұл? Ол журналист еді. Қазір депутат па бірдеңе емес ол қазір. Сол уақытта журналист еді ол. Сосын кім Арыстанбек Мұхамедияровтың айтқан сөзі, сол Соколова деген менің дейді, 2 баламды да сол босандырған,
Құдайға шүкір, балаларым дені сау деп сол жерде Соколованың жағын жақтап тұрды. Мен айттым, сен депутат болған кейін босандырған шығар. Аллаға шүкір, менің де балаларым инвалид, бір мүгедек бірдеңе емес, Аллаға шүкір. Бәрінің дені сау, бәрі жақсы. Просто бұл жерде заңсыз әрекеттер өте көп болды. Сол уақыттан басталды негізінде менің әрекеттерім. 2016 жылы жаңа жер митингісіне шықтыңыз. Ол кезде қамауға алу болды ма? Әкімшілік Жоқ, ол кезде әкімшілік қамауға алынған жоқпын. Ол кезде бірінші рет шықтым. Шыққан себебім, мына телефондарға неше түрлі SMS-тер келді ғой, батыс жақтардан. Мынау Шымкенттің халқы, сендер 2 вагон юбка жібереміз, жер сатылып жатыр, ел кетіп жатыр, нағып жатсыңдар, неге шықпайсыңдар деген сет нашар болып отыр. Шымкентте Ордабасы мешіт бар, Ордабасы мешіті. Сол жерде мына құрылыс жұмыстарымен жұмыс жасап жатқан, қазір сол күні. Bir қарасам, адамдар жиналып жатыр. Жұмысшы киім тастадым да, үстіме киім киіп, адамдар арасына кіріп кеттім. Не болып жатыр, білейін бар деп. Білсем, сол жер сатылып жатыр деген екен, сол жерге кіріп кеттім ғой. Сол уақытта бізде мынау Ғабидулла Абдурахимов деген Шымкент қаласының әкімі болды. Ол қаншалықты не болғанмен, сол жерде өзінің бір кішкене несін көрсетті, мынау патриот екендігін сол уақытта көрсеткен. Мен сол уақытта Абдурахимовты кішкене құрметтеп қалдым. Енді одан кейінгі әрекеттеріне былай қатты көңілім толмайды. Сол уақыттағы бізде 20 шақты адам шықтық, ары кетсе. Мына прокуратура, Шымкент қаласының прокуроры, сол жерге нелер келді ғой енді. Мұның қызметкерлері жүрді арада, полициялар жүрді. Сол полициялерге давай естіліп тұрма? Ғабидулланың бір айтқан сөзі, маған ұнаған сөзі Ғабидулла Абдурахимовтың. Сол кезде прокурордың былай желкесінен ұстатты, бері қарай деді. Мына сенің үстіңдегі погоныңды да, формаңды да, погоныңды осы халық кигізіп отыр. Сен не үшін бұларды қазір жаппай неге алмақсың, қамауға алмақсың? Мен өзім бұлармен сөйлесем деп, сол уақытта біздің не қылған, қалдырған бізді. Одан кейін әкімшілік қудалау болған жоқ, негізі нормально болған. 2018 жылы бір толқын басталды ғой елімізде, бір саясатта бір серпіліс дейміз ба, енді бір жаңашылдық басталды. Мынау Мұхтар Әблязов өзінің жаңағы бір ДВК деген несін қайтадан жандандырып, халыққа үндеу жасап, жаңағы азаматтарды шақырып, солай жаңағы бір саяси өзгеріс жасағысы келіп жаңағы азаматтар жинады. Сол кезде қалай болды? Жалпы сіз басы қасында болдыңыз, жалпы Шымкентте. Сол туралы айтып өтсеңіз қысқаша. Мен 2018 жылы мына әлеуметтік желілерден осы ДВК-ның ашылғанын естідім, көрдім. Сосын оны интернеттен іздендім. Ол 2000 жылы негізі Мұхтар Әблязов, сосын Жакиш, сол кісілер негізінде Сәрсенбаев, Алтынбек Сәрсенбаев та сол кісілер 2000 жылы ашқан екен бұл ДВК-ның негізінде да. 2000 жылдан бері қозғалыста болған. И сосын Мұхтар Әблязовты қамады, оның арасында ол шетелге кетіп қалды. БТА банкін басқарды ғой. БТА банкін басқарып, БТА банкін банкрот болды деп, сонымен шетелге кетті. 2018 жылы февральдың 3 февраль күні мен сол ДВК-ның чатына кірдім. Чатына кіргенде бір 600-700 адам болатын. Сосын ары қарай күннен күнге өсе бастады. Күннен күнге. И 2018 жылы 13 наурызда оны экстремистік ұйым деп атады. Сонда да біз не қылған жоқпыз, ел үшін, жер үшін болатын болса, одан қаймыққаны жоқпыз, оны экстремистік ұйым деп атағанына қарамастан. Біз ары қарай күресті жалғастыра бердік. Сөйтіп, 2018-де 10 май күні бірінші рет митингқа шықтық қой сол уақытта.
қатып қалып жатыр, иә. Жалпы Мұхтар Абылязовпен сіз бір сөзге келдіңіз ба, солай болды ғой? Жаңа сізді әлеуметтік желіде бір сыртын айтқан жоқ қой жалпы да? Тікелей ешқандай Иә. өзімен былай тікелей сөзге келген жоқпын. Бұл жерде арада жүрген, мынау нелер жүр ғой, арадағы іріктер. ДБК-ның атын жамылып алды да, сол уақытта ДБК-ның атын жамылып алып, ірітіп, шірітіп, қазақтың басын бір-біріне сол жерде қоспай, араға іріткі салып отырады. Мысалы үшін, қазір осы чатта дәулет деген отыр ғой, мысалы үшін. Не деп жазған? Нұржан, неге жас қыздарға құмарсың дейді. Видеоны ФБ-да жүр ғой дейді. Еркек болған екен құмармын, Аллаға шүкір еркекпін, Аллаға шүкір. Кез келген адам еркек болған екен құмар болады ғой, құмар болмайды. Егер желаниең болса, сестренкаң бірдеңе, мына дәулетке айтқым келіп отыр, сестренкаң бар бірдеңе болса әкел, онда көріп жүре саламыз, оған ешқандай. Жоқ, еркек адамның кез келгені құмар болады ғой. Енді сен мүмкін еркек емес шығарсың, анау. Қазір ЛГБТ екі жыныстылар не қылды ғой? Пайда болды ғой елдегі. Солардың мынау біреуі шығар мына дәулет деген. Мүмкін сондай шығар. Соған менен қылыватқан шығар. Арандату әрекеттерін сол да. Иә, арандату әрекеттерін жасайды ғой, енді олар енді жұмысы сол. Мынау енді жалпы осы басталды жаңағыдай. Одан кейін экстремистік ұйым деп жариялады. Одан кейін жаңағы бір Абылязовтың табынушылары сізді неғылды жаңағыдай қаралады. Енді басқасында мен де болдым. Сіз одан кейін қазақша сөйле деген бір не қойдыңыз ба, талап қойдыңыз ба, бір сондай болды ғой. Сол туралы бір айтып өтсеңіз, неге жақпай қалдыңыз жалпы? Иә. Енді мен білемін басқа тақырыпта. Енді басқа азаматтар мысалы білмеуі мүмкін ғой, мысалы не болды, қалай болды деген сияқты. Біз мына ДБК-ның группасында, чатында, телеграм чатында қазақша эфир жүргіз деген ұсыныс тастадық, қазақша эфир. Соның арасында мына арандатушылар арғарда алып кетті ғой. Мына қазақша сөйле деп жатыр, бұл қазақтың ұлтқа бөліп жатыр деп мына арандатушылар істейді негізінде бұның бәрінде. Сөйтіп ана Жанна Бота деген бір алаяқ бар. Жаба Бота дейді ғой. Сол арғарай бізді жамандап шықты. Сөйтіп біздің өзіміз мынау демократия жолы деген бір чат аштық. Сол чатта араға мына қаншама арандатушылар кірді. Осы ДБК-ның атын жамылып алған арандатушылар кірді. Сөйтіп арамызға ілкі сап жерді негізінде бөліп, бәр жердің бәрін тырым-тырымын шығарып. Енді міне сол уақыттағы арандатушылардың арқасында қазіргі таңда міне көрген күніміз не болып жатыр қазір. Енді арандатушылар білмеймін қандай мақсатпен, қандай оймен арандатты сол уақытта. Әлі күнге дейін арандатып жүр. Мысалы үшін группаларда, чаттарда кіреді де, неше түрлі әңгімелерде айтады, не қылады. Сонымен халқымыздың жағдайы өте мүшкіл халде тұр қазір. Бір жағы вакцина, екінші жағы халықтың әлеуметтік жағдай өте төмен қазір. Күрт төмен деп кетті халқымыздың жағдайы. Соған мынау қазіргі мынау чатта осы тікелей эфирде отырған дәулет сияқты анасының ақшын арамдыққа айырбастаған айуандардың арқасында осы қазақ ұлты қазір ақырын жойылып бара жатыр. Сондай айуандардың арқасында. Итіңе сүйек тастайсың ғой, сол сияқты жоғарыдан бас қысмақтар, лауазым иелері, жоғарыдағы лауазым иелері азырақ сүйек тастаған, сол сүйекке мәз болып, араға арандатушылықты іріктілер салып жүргендер бұлар. Осылар енді ұлтымыздың обалына қап жүрген осылар ғой негізінде. Ол біз қай кезде де, қандай уақытта да, кез келген уақытта біздер халықтың алдында да, Алланың алдында да, осы жаратушының, өзіміздің бала шағаның алдында да достойны. Мысалы үшін түрмеге түстім мен, мысалы үшін кеше түрмеге 6 ай бойы жала жауап қалмады ғой. Мен сол жерде өзім мақтаныш етіп кірдім мен түрмеге. Себебі мен елім үшін, жерім үшін кірдім да түрмеге. Ана жерде міне неше түрлі осындай арандатушы сияқты иттер неше түрлерін көрдім.
көшеде мына сухой блатной болып жүргендерді көрдім, сол жерде тракпа ұстап сыпырғымен түрменің полын сыпырып жүргендерді көрдім да. Мен соларға айттым, кіресіңдер ме түрмеге, достойно кірмейсіңдер ме, немене анау бір қайдағы жоқ бір арзымаған бір тауыққа, арзымаған бір есекке, арзымаған бір ит ұрлап, бір жылқы ұрлап, сондай-ақ түскенше бір достойно кірмейсіңдер ме, елді қорғап, жерді қорғап деп талайының көзін аштым ғой түрмеде де жатып, былайша негізінде. Енді бізде енді әлі бір жастардың несінде бір байқалмайды, себебі мынау бізде идеология жоқ, ешқандай біздің мемлекетте бір жастарды бір отаншылдыққа, мемлекетшілдікке бір баулитын бір ондай мемлекеттік бағдарлама да жоқ. Мысалы, мынау бұқаралық ақпарат құралдарынан соларды насихаттап, жаңағы бізде тек патриоттық нені өсіру үшін тек қана әскерге баруың керек, болды. Солай түсінеді. Соғыс болса соғысқа баруың керек, ал бейбіт уақытта әскерде болуың керек, болды сол патриотизм. Одан кейін жаңағы алаңдарға барып, биліктің ұйымдастыруымен өтетін жаңағы шоуларға қатысуың керек, жаңағы айқайлатып, ұрандатып, сондай нәрсе қалыптасты ғой бізде. Жалпы Нұреке, мынау саясатта өзіңіздің рухани ұстазыңызға кімдерді айта аласыз? Мысалы, бір саяси рухани ұстазыңыз бар ма? Жалпы осы азаматты бір жақсы көріп, былай қасиеттерін бағалайтын кімдер тұлға сізде саясатта? Менде саясатта ең бірінші, негізі мен өзім саясаткер емеспін, әлде бір мансап үшін, әлде бірдеңе үшін негізінде мынау жолға түскен жоқпын мен. Мен мынау елдің жағдайын көріп, ұлтымыздың болмысынан айырылып бара жатқанын көріп, ұрпағымыздың болашағы үшін мен осы жолға түстім. Бұл жолға мені итермелеген, мен басында бір ДБК-ның бір несіне шыққанда, митингке шыққанда, мен анау үйден, мен жоқта бала шағамды көшеге шығарып жіберіп, мынау кім Бақытжан деген анау бір учаскелік инспектор да, сол бала шағамды квартирадан көшеге шығарып жіберіп, мен жоқта үйде. Содан кейін мен осы жолға түскем негізінде. Ал былай саясатта қазір енді мынау кіргеннен кейін бәрібір жан-жағыңа қарайсың ғой, кімдер қалай не қылып жатыр, не істеп жатыр. Мен өзім осы Шымкент қаласында ең бірінші жанына Жарқынбек Сейтімбетов ағамызды үлгі тұтамын мен. Өте ақылына несі сай ақсақал, сол кісінің ақсақал деуге болады. Мысалы үшін, оның кейбіреулер Жарқынбек Сейтімбетов ағамызды да неше түрлі әңгімелер айтып қаралап жатады, неше түрлі не қылады ғой. Ол кісінің еңбегі, елге сіңірген еңбегі өте зор. Ол кісінің. Мен сол Жарқынбек ағамызды өзім тұлға ретінде сол кісіні үлгі тұтамын ғой, сол кісіні негізінде. Республикалық деңгейде кімді үлгі тұтасыз? Қазақстанда жалпы өмірден өтіп кеткен азаматтар болсын, жалпы республикалық деңгейде танымал азаматтардан кімді үлгі тұтасыз? Енді өмірден өтіп кеткен Серікболсын Абилин ағамыз, ол кісінің ауылына да барып қайттық. Өткенде былтыр неге барғанда сол кісілерді былайша негізі былай қатты саясатқа кіріп саясаткер болмағаннан кейін мен кімді қазір негізінде былай ғой, ананы үлгі тұтам деп айтсаң, ол биліктің адамы дейді, мұнаны айтсаң, мұна биліктің адамы дейді. Соған арада сені қаралап тастайды да, анаман сәлемдесіп қойды, мұнаман сөйлесіп қойды. Мұнау ортаға арандатушылық салатын, іріткі салатындар бар ғой. Не сияқты анау? Бір-біріне бір күндес қатындар сияқты да. Күндес қатындар әкеңе байын қызғанып, анадан да қызғанып, мұнадан да қызғанып, бір-бірімен қызғанып таласып жатады ғой. Өткенде мен түрмеден шыққаннан кейін, енді қазақ болғаннан кейін, өзіміздің ғұрпымызға сай, салтымызға сай, мысалы үшін үйге кім келді? Жанболат Мамай келді. Тағы да қасында бірнеше жігіттермен келді, жігіттермен келді. Енді үйге келген ит қаппас дейді ғой. Мен соны енді Жанболатты сен биліктің адамы екенсің ғой, сен үйге кірме деп мен оны үйге кіргізбей қоймаймын ғой, мысалы үшін да. Мына арандатушылар, арадағы арандатушылар, күндес қатындар сияқты
бәле болды ана. Неше түрлі суреттерді шығарып, не жылда Жанболат биліктің адамы, мыналар билікке сатылып кетті, үйтіп кетті, бүйтіп кетті деп. Мен анау сол күндес қатындар сияқты болып жүрген арандатушыларға айтқым келеді, айналайындар сендер қазақтың арасына ілік самай, өздеріңнің қолдарыңнан келмейді ма? Тыныш отырыңдар. Қолдарыңнан келсе, халықты алып шығыңдар. Қолдарынан келетін болса. Ана жерде анау диванда отырып алып, диванның астында крисалар сияқты, анаған ананы жазып, мынаған мынаны жазып, әйтеуір көрінгенді қаралай бермеңдер. Мына көп балалы аналарымызда мысалы үшін Астана қаласында қазір осы мықты өздерінің көрсеткіштерін көрсетіп отыр ғой. Мысалы үшін министерстволарға барып, басқа. Сол көп балалы аналарымызға да неше түрлі әңгімелер жазады. Мысалы үшін да жамандап, арандатушылар. Сондықтан мен соларға айтқым келетіні сол. Мен мысалы үшін мына Балташ Тұрсынбаев ағамыз, мына Еркін Ракишев ағамыз бар. Қазір мынау Құдайға шүкір деген Алматыдағы желтоқсаншы ағаларымыз бар, білесің ғой, танисың ғой кісіні, сол кісілер бар. Енді айта берсең көп негізінде мен бұлай үлгі тұтатын адамдаршы. Ол кісілерді мысалы үшін сыртынан қаралап жатады. Оларды мен қаралағанмен оларға мән бермеймін. Себебі сол кісілердей болып алыңдар да бірінші, мына қаралайтын адамдар, сол кісілердей болып ал бірінші. И сосын өзіңді достойны халықтың алдында өзіңді танып көрсет, сен кімсің? Содан кейін сен біреуді апеллять етесің, сен анау болмайды, мынау болмайды деп. Өзің мына қазір мынау көрінгенге күйе жағып, диванда отыратындарды айтам да, өздері диванның астында жүрген крисалар сияқты. Бір митингіде көрінбейді. Әлде болмаса бір плакат ұстап бір жерде жүргені көрінбейді. Тек қана отырып алып, жамандау, қаралау, іріткі салу болды. Одан басқа түк бітірмейді. Сондықтан бізге қазір таңда тек қана ауызбіршілік керек. Ауызбіршіліктің арқасында ғана мынау халқымызды, елімізді бір кішкене өзгеріс болуы мүмкін де елде. Ауызбіршілік болмайды екен, арамызда қазірше мынандай іріткілер, арандатушылар жүрген тұста ешқандай бізде өзгеріс болмайды. Әлі тағы біраз жыл жүреміз. Қырылысып, қазақтан қазақ бірін-бірін артын шұқып. Жалпы енді саясаткерлердің қателігі ғой, енді ол жалпы енді бірікпеу, жаңағыдай өздерін жоғары санау, мынау Айдын Нүсіпәлиев деген жаңағы белсендіден сұрақтар түсті ме? Жігіттер Шамбалада 20-30-дай ғана белсенділер бар, неге ауыз біршіліктерім жоқ дейді. Сіз жауап бересіз ба, мен жауап берейін ба? Мен бір қысқаша айтайын, қалғанын өзің қосып кетесің ғой. Шымқалада Аллаға шүкір ауызбіршілік бар, әлі күнге дейін мен жоқ деп айта алмаймын. Өкінішке орай, кейбір енді мен анау деп нақтылап бүйтіп қолмен түртіп айтпай-ақ қосылайын, өздері көріп отырған болса өздері біледі, кім жайлы айтылып жатқанын өздері біледі. Өкінішке орай арамызға қаншама іріткі саламыз дейді, неше түрлі әрекеттерді, неше түрлі сөздерді айтады, біз оған мән бермейміз. Аллаға шүкір, шынайы белсенділер, ауызбіршіліктер бар. Әлі күнге дейін ауызбіршілік жетеді. Бізде ондай ауызбіршілік жоқ деуге келмейді. Сол. Ары қарай өзің жалғастырасың. Мен Айдын Нүсіпәлиевке жауап берейін енді. Жаңағыдай енді ол кісі де әлеуметтік желіде көп қаралап жатады. Енді бізде былай болды. Жалпы біз 2020 жылы осы карантинге байланысты біз іс-шара өткіздік, митинг өткіздік, акция өткіздік Ордабасы алаңында. Сол кезде біз мынау Шымкенттегі барлық демократиялық саяси күштердің бәрін шақырдық ол жерге. Карантин президент Тоқаев мынау төтенше жағдай несін алып тастады да, сонымен бірақ карантин шектеуін қалдырды. Біз төтенше жағдаймен бірге мына карантин шектеуін алып тастауын талап етіп шыққан болатынбыз. Сонда біз барлық күштерді шақырдық.
жаңағы бірақ келген жоқ жаңағыдай. Сөйтіп біз неге деп сұрадық, неге келмедіңдер? Bir азаматтар карантинді қолдайтынын айтты, біреулер тағы басқа себептерді айтты. Бірақ жалпы мынау біз осы Шымкентте, енді мен өзімді ұлтшылдардың қатарына жатқызамын, сізде ұлтшылсыз, жалпы біз анау жаңағы Әблязовқа айттым дедіңіз ғой, жаңа басында неге қазақша сөйлемейсің деп, содан бастап арандату әрекеттері жүргенін сездік. Жаңағы енді оның табынушылары жаңағыдай жақсы көріну үшін жамандап, күйе жағып, қаралап, сөйтіп олар айтып шықты, біз нағыз біз күрескер, сендер күрескер емессіңдер, сендер андайсыңдар, сендер мынандайсыңдар деп қаралау басталды. Одан кейін жарайды, одан кейін өздері бөлек чат ашып, бөлек жаңағыдай өздері бөлінді жалпы. Дұрыс па, Нұреке? Иә, өздері бөлінді олар. Иә. Сөйтіп, міне сондай жағдай болды мысалы да Шымкентте. Бірақ мен ойлаймын, егер де ол адамның дұрыс, әркімнің таңдауы бар, әркімнің жаңағы өзінің несі бар, жаңағыдай еркі, қандай партия, қандай неде боламын. Бірақ жалпы біздің мынау саяси күштерде оппозицияда бірлік жоқ. Жарайды, бірікпей қойсын олар, қаншама саяси күштер. Бірақ ортақ бір мәмілеге келуге болады ғой деп есептеймін да мен. Ортақ мысалы міне митингі бейбітшілік жарияланды ма, шығу керек. Ол анау шақырды, мынау шақырды емес, бәрібір өйткені мемлекет ортақ проблемамыз, ортақ шақырғандардың бәріне мен қатысып жүрдім. Бірақ нәтиже жоқ. Себебі бұл жолы анау шақырды, ананың адамдары, мынаның адамдары деп бір азаматтық қоғам бөлінді. Былайша айтқанда берекесіздік белең алды да. Негізі Шымкентте біз 52 адамның ба тізімі бар неде жаңағы. Ол ақпарат нелерде де бар жаңағыдай, осы митингіге шығатын 52 адамдай бар. Бірақ соның өзі былай біз басымыз қоса алмаймыз. Бәрі қайсы жаңағыдай әр саяси партияларда саяси күштерге бөлініп кеткен. Мен мысалы шығатын болсам, бір белгілі бір партияның билікке алып келу үшін емес, мен жалпы азаматтық қоғам үшін мынау халықтың әйтеуір талап тілегін билікке жеткізіп, биліктің назарын аудару үшін шығатын болдым мен қазір да, мысалы да. Себебі бәрі көрпелеріне, әрқайсысы өзінің көрпелеріне қарай тартып жатыр да, қазір бәрінше өздеріне қарай тартып жатыр. Өздерінің абыройын көтеру үшін, бір мақтаншылық үшін солай жасап жатқан сияқты көрінеді да маған кейде. Енді жалпы солай, енді бұл енді саяси күштердің тәкаппарлығы деп есептеймін. Жалпы бір-бірімен тығыз қарым-қатынас жасау керек. Ақыры мақсат бір болса, бұл саяси тәкаппарлық ол жақсылыққа алып бармайды. Азаматтар қазір мысалы митингке шыққысы да келмейді. Өйткені бір-бірін қаралайды, бір-бірін жамандау сондай бір белең алып кетті да. Сондықтан енді білмеймін, қазір бәрі қазір енді тып-тыныш болып қалды енді. Айта беріңіз аға. Енді мынау көшенің өзінде де мысалы үшін осы мен Шымкентте қалада жүрсем, базарға кірем бе, басқа жерде жүрем бе, болмады дегенде бір 20-30 адам сәлемдеседі. Нұреке қалайсыз? Мен өзім танымаймын ол кісілерді. Сырттай таниды екен де, ютубтан көреді, басқадан көреді. Кейбіреулер сұрақтар қойып қалады. Кімге сенуге болады деген сұрақтарды қояды да. Мен ол кісілерге айтамын да, сен ешкімге сенбесең, өзіңе сен деймін, өзіңе сен, өзіңе болды. Өзің жүрегіңе сен. Анаған сенейік десек, анау сатқын деп айтады, мынаған сенейік десек, мынау сатқын деп айтады деп. Ол нақты қазіргі жүйенің, қазіргі системаның әрекеті ғой бұл. Бөліп ал да жарып ал, билей бер дегендей. Сол сияқты мен мынау ДБК-ның атын жамылып, көше партиясының атын жамылып, типа белсенді болып жүрген жалған белсенділерге айтқым келетіні, жалған белсенділерге. Мен оның бәрінен топырақ шашпаймын, арасында Аллаға шүкір жақсы жігіттер, азаматшалар бар. Но өкінішке орай, қазір таңда солардың атын жамылып алғанда, Әблязовты фишка жасап алғанда, соны жоғары қарап көтеріп,
өзгерісті тек қана Әбіләзов жасайды, Әбіләзовтан басқа ешкім жасамайды деп халықтың бәрін құлағын түріп қойып, Әбіләзовтан басқа ешкім жасамайды деп қалғандардың бәрін жамандап жатады. Одан сендерге не пайда? Мен былай сол көрінгенге күйе жағып отыратындарға айтқым келеді да, сендердің Нұр Отаннан, қазіргі Нұр Отаннан ешқандай айырмашылықтарың жоқ. Мысалы үшін. Қазір Нұр Отан дәл сол ғой, Нұр Отан. Мысалы үшін тек қана Нұр Отан, мысалы үшін неде жақындағы жағдайларды алатын болсақ, Мақтаарал ауданында су басқанның өзінде су басып кетті ғой. Сол кезде халықтан келіп жатқан көмекті, халықтан, батыстан, басқа жақтардан көмек келді ғой енді. Соны Нұр Отанның плакатын жабыстырып, апаратын болсаңдар, Нұр Отанның атынан апарасыңдар, болмасам бармайсыңдар деп жолда тоқтатып тастады. Қайсың не істеп жатсың конкретно? Алматыда Қайрат Қылышев, Ербол Есқожин Астанада, Жексебаев Асхат, тағы да басқа қаншама азаматтар қамалып жатыр, мысалы үшін да. Осы ДБК-ның көшенің атынан қамалып жатыр. Қайсың нақты не бітірдіңдер? Қайсың шығарып алдыңдар соны? Біреуіңді көріп жатқан жоқпыз ғой? Әнеге барып, хотя бы ненің алдында, прокуратураның алдында, әлде болмаса сол түрменің алдында бір акциялар өткізіп, жиі акция өткізіп, талап етіп, Құран-айға шығып аласыңдар да бір минуттық видеоны бостандық талап етеміз. Сендерге босатады, бостандық талап етсеңдер. Мә, анау видео үндеу жасапты, анау челлендж жасап жатыр екен, босатып келейікші аналарды, босатады сендерге. Атаң басын босатады. Оларға сол керек. Қазіргі жүйеге осылай бірімен бірі ырың-жырың болып жүргені. Сондықтан жиыстыру керек. Қазір сендердің әрекеттердің арқасында қаншама азаматтар зардап шегіп жатыр. Бір жағы мынау жүйе тарапынан зардап шегіп жатыр. Екінші жағы мына жалған белсенділердің арқасында. Жалған белсенділер, вот именно жалған белсенді, сол ДБК-ның атын жамылып алған жалған белсенділердің арқасында қаншама азаматтар зардап шегіп жатыр. Олардың отбасы бар, бала шағасы бар, қаншама туған туыстары бар. Олар да үйінде текке жатыр деп ойлайсыңдар ма? Туған туысқан қамауда жатқанда бәрі қиналып жатыр. Сондықтан қаралауды, жамандауды тоқтатыңдар. Егер елді өзгерісті қалайтын болсаңдар. Сол айтарым бұларға. Нұреке, өзіңіз СИЗОда болдыңыз. Жалпы қоғамның қолдауын тар жерде отырып сездіңіз ба бұлай? Қаншалықты әсері болды? Азаматтық қоғамның белсенділердің. Сізге мен нақты айта аламын, Әбіләзов тарапынан, оның ДБК көшесі тарапынан 1% жәрдем қолдау болған жоқ сізге. Нақты айта аламын. Болған жоқ. Себебі оның ұйымында жүрген жігіттер Әбіләзовтың қас-қабағына қарап, жақпай қаламыз ба деп, сізбен жаңағыдай байланыс жасауға тырысты. Енді шыққаннан кейін жасырын звондаған шығар. Былайша сізге ашық қолдау жасаған азаматтар жоқ деп айтуға болады. Бірақ сізге Жанболат Мамай үйіңізге барған кезде, Қызылордаға кетіп бара жатып, түрмеден шыққан екенсіз, қолыңызды алып кетейін деп, бірақ олар қаралады. Жалпы бұл енді ешқандай адамгершілікке жатпайтын нәрсе ғой. Енді ол ел үшін қызмет еткеннен кейін, сен енді ол ұйымда болмағаның үшін, жаңағы сені қаралап, болмаса саған қолдау жасамай қою деген енді ол адамгершілікке жатпайтын нәрсе ғой. Мақұл, енді ол жаңағы саясатта бақталастық, күндестік, бәсекелестік деген болады. Бірақ енді біз өкпеге қисақ та өлімге қимайтын сондай бауырмал халық едік. Бірақ өкінішке орай мен білемін, чемпионатта өздері көшеміз, ДБК-мыз деп жүрген азаматтар, тіпті сенің жақын туғаның қайтыс болса, саған көңілдетпейді. Оны көрдім мен да. Енді бұның бәрі енді жарайды, жеке бастың мәселесі ғой.
Бірақ сондай нәрселер бұл енді қоғамды, мынау азаматтық қоғамды ыдыратуға алып келетін нәрселер ғой. Бұның бәрі қарап отырсаңыз да, мысалы да, біз азаматтық қоғам, азаматтық қоғамда билік, үкімет не болу керек, жаңағыдай. Біз билікке жәрдемші болмауымыз керек, билік бізді тыңдау керек, тыңдата алуымыз керек азаматтық қоғамда. Біз өзіміздің нақты күшімізді сезінуіміз керек та, бірлігіміз бар екенін. Жалпына біз енді партияға бөлініп жүрміз ғой, енді жарайды, ол азаматтардың партияға бірлесу бостандығы бар, құқығы бар. Бірақ жалпына азаматтық қоғамның біз күшін билікке сездіре алған жоқпыз әлі. Өйткені бізде ырың-жырың, берекесіздік бізде. Анау әдемі, қалғандарың нашар деп бір сондай деп пиғыл қалыптасқанда, ана партия шынайы күрескер, қалғандарының бәрі ойыншық деген сияқты. Сол туралы бір айтып өтсеңіз. Мен мынау түрмеде жатқанда өзіміздің қазіргі Шымкент қаласындағы тағы да бүкіл Қазақстан бойынша, осы еліміз бойынша Ақтаудан қаншама қолдау болды. Талдықорғаннан мен шыққаннан кейін көрдім. Талдықорғаннан, Алматыдан, әрбір қаладан қолдаулар болды, өте үлкен қолдау болды. Ағаларымыз Балташ Тұрсынбаев, Еркін Ракишев деген ағаларымыз мен түрмеде жатқанда да келді. Маған ол жерде оның әсер еткені, өте қатты әсер еткені, мысалы үшін маған бетіме қарап, сол жердің қызметкерлері лишний әңгіме айтамады. Лишний әңгіме. Себебі мен ол түрмеде көрдім, ол жерде тек қана сындыратын түрме, қызыл түрме дейді ғой, қызыл, қазір не тілмен айтқанда қызыл түрме, қара түрме деген түрме бар ғой негізінде. Қара түрмеде басқаша өмір, қызыл түрмеде басқаша дегендей. Ол жерде жатқан азаматтар сөйлеу бұлай тұрсын, көзін бұлай алайтып қарай алмайды ғой қызметкерлерге. Сыра сындырып тастайды. Аллаға шүкір. Ал дегенде басында сол жердің бастығы мен бұлай сырттай таниды екен, ютубтан да көріп жүрген екен. Сол кісінің өзі күтіп алып, бұлай басында қатты қысым болған жоқ, дегенде. Кейіннен кейбір қызметкерлер тарапынан біраз қысымдар болды. Медицина тарапынан астамай. Медицина тарапынан бір аптаға жақын ауырып жаттым. Ауырып жатқанда күнде Санчасқа жазам, олар қарамайды. Сосын келінше Бағлан келген кезде мен айттым, Ерғалиға шығып айт, ағаларға айт, осындай жағдай болып жатыр дегеннен кейін, ол шығып группаға бәріне айтқан, прокуратураның алдында шулатып не қылды ғой. Сол күннен бастап, Құдайға шүкір, жағдайын бәрін жасап қойды. Ол өте үлкен әсер етті. Өзіміздің Шымкенттегі бүкіл ел бойынша қолдау көрсеткен белсенділердің арқасында өте үлкен әсер етті. Ол қарады. Енді өкінішке орай мен ДВК-ны, көше партиясын олар мен жаман, анау-мынау деген келмейді. Негізінде арасында бір-екі азаматтар бар, бір-екі жақсы азаматтар бар да. Но кішкене қателесіп бізге қарсы сөйлемесе де, но бізді қолдамайды да. Қолдамайтын себебі, егер олар қолдап кететін болса, ар жақтан оларды сразу сатқын болып шығып кетеді. Сатқын. Бізді сатқын деп, не үшін бізді сатқын деді? Бізге есінде болса 2019 жылы осы неден Кембабадан Шымкент плазаға дейін Оян қазақ деп нелерге Макс Боқаевқа, тағы да басқа азаматтарға, саяси қуғын-сүргін көріп жатқандарға қуғын-сүргін тоқтатыңдар деп талап етіп бұлай маршпен жүріп өттік қой. Сол уақытта Жанна Бота деген Әбіләзовтар, бұлар біздің айтқанымызды істемей, өз еркімен шықты, өздері шықты деп бізде сатқынға шығарды. Сонда олардың ойы, біз олардың сызығынан шықпауымыз керек екен да, сызығынан шықпауымыз керек. Қазіргі система ғой, қазіргі система. Мысалы үшін жоғарыда отыр, біреу сызықты сызып қойған шеңберден ешқайсы шыға алмайды. Бұл шеңбердің ішінде ғана жүреді, сыртқа шығып кеткені қудаланады, атылады, қамалады. Мысалы үшін кезінде Заманбек Нұрқадилов ағамыз, Алтынбек Сәрсенбаев ағаларымыз, мысалы үшін
қазіргі жүйенің шеңберінен сыртқа шықты, атып өлтірді. Қаншама мына шығып жатқан азаматтарды қамап жатыр, қудалап жатыр. Дәл солай болды да. Сол қазіргі айтып отқан ДВК-ста, басқасы дәл сол жүйе. Осы мына жүйеден айырмашылық жоқ бұлардың. Шындық керек. Шындықты айту керек. Біз не үшін күресіп жүрміз? Біз шындықты айту үшін күресіп жүрміз. Шындықты. Енді мен бұл жерде былай, ол ДВК-ның ішіндегі бәрі мұндай қара ниетті, әлде болмаса бәрі жаман деп айта алмаймын. Себебі, оның ішінде айттым ғой мәңгелдеді, бар жақсы азаматтар бар. Но өкінішке орай, именно шығып жүргендер, плакат ұстап, көшеге шығып жүргендері қамалып, қаншама зардап шегіп жатыр. Кейбіреулер сатқынға шығып кетіп жатыр. Кейбіреулерді қаралап тастап жатыр. Ана диванда отыратын диванды крисалар бар ғой, крисалар, таракандар. Солар ғой ең бастысы мынау, халықтың арасына іріткі сап жүрген. Солар өздерін бір жерде көрмейсің, бір жерде бір тек қана әлеуметтік желіде анау кухняда отыратын өсекші қатындар сияқты клавишный батырлар деме, клавиатураның батырлары ғой, короче, телефонный батырлар. Отырып алады, анан жазады, мынан жазады, халықтың арасына іріткі салады, болды. Мен соларға айтқым келетін не, сендер әке-шешелеріңнен қандай тәрбие алғансыңдар сендер, әке-шешелеріңнен? Или әкең мен шешеңнің арасына өздерінің үлкен аталарың кезінде іріткі салып отырған бе? Сендер сондай тәрбие көріп өстіңдер ме сендер? Әкең мен шешеңнің арасына басқа біреулер іріткі салып қырылысып екеуі, сендер сондай тәрбие көріп өстіңдер ме? Мүмкін сендер сондай тәрбие көріп өскен шығарсыңдар. Сондықтан сендердің жүректеріңде, миларыңда сондай дүние қалыптаспаған. Адамның ойында не болса, соны істейді негізінде да, ойында не болса. Соны істейді. Егер сенің елге деген, жерге деген сүйіспеншілігің болатын болса, ұлтыңа деген жанашырлығың болатын болса, сен араға іріткі салмайсың. Сен керісінше біреудің жаманын жасырып, жақсысын асырып, белсенділердің бәрін қолдайсың. Бүкіл бәрін қолдайсың сен белсенділердің. Қот қайсысы болсын сен қолдау көрсет. Егер ол шынымен биліктің адамы болып, ол сен шынымен сондай болып бара жатса, сен оның артынан ерме, просто ерме и жамандама, болды. Жамандама, не аласың жамандап? Өзі айтады, қояды, қалады. Сол сендердің жамандауларың арқасынан анау сатқын, мынау сатқын деп көрінгенге күйе жаққандардың арқасынан міне 3 жыл уақыт өтті, 3 жыл уақыт. Әле мысалы үшін белсенділердің арасына бір маңызды ешкім қосылған жоқ. Халық оянды дейсіңдер, қаны оянды халық? Халық оянғанмен ешқайда шықпайды олар. Халық белсенділерге сеніп отыр. Белсенділерде қашан ауызбіршілік болады, активистерде ауызбіршілік болады, ымыраға келеді, сол кезде ғана шығуы мүмкін халық. Одан бергі жерде олар шықпайды. Мен кешегенде мынау өзіміздің Үрби вообще бір әңгіме айтып қалдым, группада айтты ғой. Бір жерде отырсақ дейді, мына вакцина жайлы әңгіме болды дейді, вакцина жайлы әңгіме болды. Міне енді вакцина сабатыр, үйтіп атыр, бүйтіп атыр деп билікті жамандап атыр дейді отырған адамдар. Құдай тамақта да адамдар жамандап атыр дейді. Кейбіреулер дейді, арасында біреулер айтады дейді, ана белсенділер қайда жүр екен, неге шықпайды деп айтады дейді. Солар шықса артынан ереміз ғой деп айтады дейді. Ол қайдан шығады олар? Сендер арасына іріткі салып, бірімен-бірін қырылыстырып қойдыңдар. Бірімен-бірін жек көрсетіп тастадыңдар бірін-бірі. Мысалы үшін аяда 4 белсенді шықса, қалғаны 4-еуі үйінде жатады. Сол жаппай қосылып, мысалы үшін осы Шымкент қаласында қазір 52 адам спискте, ол 52 адам. Списктен тыс басқа да белсенділер бар. Қосылса мүмкін 100 болатын шығар. 100 адам мына жерге шығып тұрса, қалғаны қосылып кетеді. Әйге 10 адам, 15 адам, 5-6 адам шығады, оның артынан кім ереді? Ешкім ермейді. Сондықтан мынау диванный кресаларға айтатыным. Сендер мынау жүйеден де жаман болдыңдар негізінде. Мынау жүйе ғой, әйтеуір қамайды, оны білесіңдер, нақты білесің олар не істейтінін. Аппаратта қамап қояды. Барасың, қамаласың, жатасың, өтейсің, өтеуіңді шығасың қайтып обратно. Болды. А сендер тек қана жамандау, қаралау, күйе жағу, болды. Басқа ештеңе бітірмейсіңдер. Сондықтан тоқтатыңдар. Ауызбіршілікке келу керек. Халықты ымыраға шақырыңдар, ымыраға. Тоқтатыңдар бәрін.
жамандау. Сол. Нұреке, енді қолыңызға енді билікке қызықпайтыныңызды білемін. Мүмкіндік берілсе, егер де сізге бірдеңе жасай алатын, өзгерте алатын, сіз мынау қазақ деген мынау ұлы халықтың несін қалай жасар едіңіз жалпы? Мынау құрылым дейді ғой, жалпы бір ойыңыз, жоспарыңыз қалай болар еді, егер де сізге мүмкіндік берілсе? Мынау қазақ деген ұлтты қалай басқарудың несін ұсынар едіңіз? Енді саясаткер емеспін десеңіз де, бәрібір осы саланың шет жағасында жүрсіз ғой, жалпы араласып жүрміз. Енді егер ондай мүмкіндік туатын болса, мен әлі де айтамын, мен ешқандай бір мансап қуалап, әлде болмаса бір жерге таласып, бір билікке барайын деп жүрген ондай түн жамылып отыр, ондай ойым жоқ ешқандай. Но егер ондай мүмкіндік туатын болса, ең бірінші өзіміздің қазақтың ұлттық идеологиясын, мәдениетін, салт дәстүрін дәріптелетін бұқаралық ақпарат құралдарында қазіргі мынау сериалдар тығып тастады ғой, сериалдар. Мысалы үшін түріктің сериалы, иттің сериалы, биттің сериалы, Қытайдың сериалдары. Сондайлардың бәрін көзін жойып құртып, неше түрлі ойын күлкі ток-шоулардың бәрін көзін жойып құртып, тек қана қазақтың ұлттық төл өнерін, салт дәстүрін дәріптейтіндей, қазақтың рухын көтеретін, қазақтың өзінің қазақ екенін, өзінің шынайы біздің осындай дәстүріміз, мәдениетіміз бар екенін сондайға дәріптеледі мен сонда. Қазақ қашан өзін-өзі таниды, қашан өзінде өзінің салт дәстүрі, ұлттық идеологиясын нақты ұстанады, и қазақты басқаратын адамдар да, жоғарыда отырған адамдар да біздің ұлттық болмысымызды қалыптастыратындай, біздің мәдениетімізді бойында тұнып тұрса, салт дәстүріміз, мәдениетіміз, дініміз, сол басшы құрамның, кез келген басшы құрамда бойында тұнып тұрса, біз қазақ халқы ешкімге бұлай тізе бүкпейміз, ешқашан. И біздің ата-бабамыз да тізе бүкпеген. Әлі күнге дейін тізе бүкіп келіп жатқан жоқпыз. Но өкінішке орай, мына қазақтың арасына неше түрлі мына біздің салт дәстүрімізді, ұлттық идеологиямызды құртатындай дүбәрә халық қылып жеді бізді, дүбәрә. Сондықтан қазіргі жастарда патриотизм, ұлттық рухани құндылықтар жоқ ешқайсысында. И бұлай қашан біздің сол бойымызға сондай қасиеттер тұнып тұрады, сол кезде ғана біз қазақ ұлты болып қалыптасамыз деп ойлаймын. Сол. Егер маған мүмкіндік берілсе, мен ең бірінші осы экономикадан да, басқадан да бұрын, саясаттан да бұрын осы өзіміздің ұлттық болмысты қалыптастыратын нелер дәріптелетін сол. Бізде енді бейхат адамдар көп қой. Сосын тіл, қосып кетейін, сосын тіл. Тіліні, дініне ұмытқан ұлт, ол түбегейлі жойылады. А сен біреудің тіліне құл болып жүрсің бе? Сен уже құлсың, болды. Сенде ұлттық сана жоқ па? Ұлттық сана. Сен біреудің тіліне мақтаныш етіп, біреудің қаңсығыны таңсық қылып, соған мәз болып, сол шүлдірлегеніңе мәз болып жүрсің бе? Саған ұлтың, елің керек емес. Знаешь, сенің мақсатың, мына ойыңдағы мақсатың, мансапқа жету, әлде болмаса пайдаланып қалу, сондай бір өзге ойларда. Шынайы ұлтқа қызмет ететін адам ең бірінші тілін сыйлайды, өзінің тілін. Абай атамыз бекерге айтып кеткен жоқ қой. Өз тіліңді құрметте, өзге тілдің бәрін біл дейді. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп отыр. Сол Абай атамыздың тағы бір жақсы бір сөзі бар. Мынау, сен де бір кірпіш дүниеге, тетігін тап та бар қалан деп отыр ғой. Ол көп адам ойлайды да, Абай атам мынау кірпіш болып қалан деп айтып кетті деп. Оның астарында қандай не жатыр? Оның астарында Абай атамыздың айтып кеткен, ұлтымыздың ұлы данасы Абай атамыздың айтып кеткен сөзінің астарында сен де қоғамға өз үлесіңді қос деп отыр. Өз үлесіңді қос.
Мен жұмбақпын деп бекерге айтқан жоқ Абай атамыз. Мен жұмбақпын. Менің әрбір сөзім жұмбақ деп отыр. Абай атамыздың әрбір сөзіне былай зер салып қарайтын болсақ, сол жолмен жүретін болсақ, біз қазақ ұлт ретінде қалыптасамыз деп ойлаймын. Сол. Нұреке, осы енді 2012-ден бері саясат алаңындасың, жалпы бір қуанышты сәттеріңіз көп болды ма, болмаса бір әттеген-ай дейтін сәттеріңіз көп болды ма? Жалпы сөзіңізден байқап отырмын, сіз қысымды мынау биліктен де, одан кейін өзін жаңағы саяси бір белгілі бір саяси күштерден де көріп келе жатсыз. Жалпы осы саясатта әттеген-айыңыз көп па, неңіз көп болды ма, қуаныш сәттеріңіз көп болды ма? Мен бұл саясатта әттеген-ай дегенім көп болды менде. Мен кезінде ДБК-ны қолдадым. Сосын өкіндім қолдағаныма. Сосын арасында жеке белсенді болып жүрдім. Сосын ана Италияда отырғаннан арандатушы Ержанды қолдадым кезінде. Оны бәрі білет, елдің бәрі. Еркін қазақ деп. Оның түпкі мақсаты сол біздерді пайдаланып, түбінде қаматып жіберіп, өзінің дегенін істегісі келді. Сол кезде де мысалы үшін біраз әттеген-ай дегендер болды. Сосын әттеген-ай дегенім, мен мысалы үшін бір мансап үшін, әлде болмаса бір жерге барып отырып алайын, әлде біреу биліктен бірдеңе сұрап, маған мынандай бер, үй бер, жай бер, там бер, әлде бірдеңе бер маған деп сұрасам, мен мысалы үшін әттеген-ай демеймін да. Мен соны сұрамастан ұлтымыздың болмысын қалыптастыру үшін, өзіміздің ұлтымыз үшін, ұрпағымыздың болашағына жарқын болу үшін, жоғарыда отырған қазіргі жемқорларды, жоғарыда отырған лауазым иелеріне мен қаншама қамалсам да, бас сақсам да шындықты айтып жүрмін. Менің бұл жерде әттеген-ай дейтін себебім, өз қазағың өзіңді келіп тепкілеген кезде, өз қазағың өзіңе келіп азуын батырған кезде, сол кезде мен әттеген-ай дедім. Біздің қазақ қандай күйге түсіп кетті? Біз алдын ештеңені сезбеппіз, жүре беріппіз. Жүре берген екенбіз де қазақпын деп, ура қазақ, алға қазақ деп жүре берген екенбіз. Осында жолда, осында күресіп қазір өзіміздің қазақтың қандай жағдайға түсіп кеткендігін, қазақ өзінің болмысынан айырылып бара жатқанын, қазақ өзінің тектілігінен айырылып бара жатқанын, тектілігінен айырылып бір какой-то арзымаған бір дүние үшін, арзымаған мансап үшін, ол уақытша дүниеде, кез келген уақытша. Дүние үшін, мансап үшін, өз қазағың өзіңді, желкеңнен келіп тұрып, қысқан кезде өзегің өртенеді. Өзекті өртейтін әттеген-айлар осылар болды менде негізі. Өз қазағыңда, егер өзге ол, мысалы үшін өзге елде тұрып, осындай қысым көрсең, сен әттеген-ай демейсің. Себебі ол өзге ол. Саған жақсылық жасамауы мүмкін да, жақсылық жасауы да мүмкін. Өз еліңде жүріп, жетімнің күйін кешу деген ең әттеген-айдың үлкені осы екен, көкесі. Өз еліңде жүріп, өзің жетімнің күйін кешіп жүргеніңді. Сол. Соңғы кездері тікелей эфирлерде, әлеуметтік желіде билікке наламын, билікке қапамын деп өзіңіздің неңізді айтып жүрсіз. Жалпы не үшін, неге олай айтып жүрсіз? Соны түсіндіріп өтсеңіз. Мен бұл сөзімді қазір тағы да қайтарып айтып кетейін. Мен қазір осы сөзге бір кішкене жауап бергендей болдым да, тағы да жауап беріп кетейін. Нала болғаным, қапа болғаным. Мысалы үшін, мен қорғасам, өзімнің қазағымды қорғап жатырмын да, ұлтымды, елімді. Мысалы үшін мен барып, бізді қудалап жүрген КМБ-дан, әлде полициядан, әлде біреуден барып, бірдеңе сұрап отқан жоқпыз біз.
ұлттық болмысымызды қалыптастырып қалайық деп қанша үндеулер, қаншама нелер айтып жатырмыз. Біз ұлттық болмысымызды қалыптастырып қалайық. Қазақ ұлт ретінде, осы елдің иесі ретінде, осы елдің егесі қожайыны ретінде біз осы елде өзіміздің ұлттың жойылып кетпеуіне әрекет жасадық. Мысалы үшін мен оларға бізге бір ауданды бер, әлде болмаса бір әкім болайық, әлде болмаса бірдеңе болайық деген жоқпыз біз оларға. Біз ұрпағымыздың болашағы үшін. Жалғыз мен мысалы үшін менің өзімнің бала-шағам болашағы үшін емес, бүкіл қазақтың бала-шағасын. Бүкіл. Соның арасында сол полицияның да балалары бар, әкімнің де балалары бар, басқаның да балалары бар да. Солардың болашағын қалыптастырып, болашағын жарқын ететіндей бір жүйеге алып шығамыз ба деп әрекет жасадым. Алдыда бұлар мені мына 6 ай бойы наглый жала ғой. Жала болғанда да бұндай жаланы, мысалы үшін көшедегі жалақор, бәлеқор қатындар да бұндай ұйымдастыра алмайды. Білмеймін, мынау қазіргі біздің менің үстіне жала жапқан Әлтаев, Шымкент қаласы экстремизм, терроризм бөлімінің бастығы Әлтаев, Ернар, Алибаев, Абзал дегендер соншалықты жала жабатындай, оларға соншалықты не көрінді деп отырмын да, оларға соншалықты. Жарайды, олар жала жапты дейік. Соны деланы, менің немді, құжатымды маған үстімнен қозғалған, өндіріске алған Ербол Есимовті айтамын да, Ербол Есимовті. Еркек қой сол, еркек қой, ер азамат қой. Мен ұстап алып кеткенде де айттым, сен ер азаматсың ғой, мынаны өндіріске қай бетіңмен алып отырсың, сен наглый қазір көріп отырсың ғой, бұл жерде жала екенін көріп, Нұреке қайтем енді, бұйрық дейді да, бұйрық. Сен, мен айтып отырмын, сен заңға бағынсай, заңға. Заңда бар. Егер саған заңсыз бұйрық берсе, сен бағынбауға хақың бар. Заңсыз бұйрыққа итермелесе сені. Бағынбауға хақың бар. Ол жарайды ол. Сосын анау прокурор Досан Айтишев. Ол айыптау актісін маған түзген кезде, айыптау актісін жасаған кезде, ана жерде сауатсыздығы, соншалықты сауатсыздығы. Біріншіден өте сауатсыз жазған. Мен мысалы үшін оқып бір жоғары оқуды бітірмесем де, ананың жазған жазулары айыптау актісіндегі маған түзген айыптау актісі қисыны келмейді да бір-біріне бар, қисыны еш келмейді бір-біріне. Әкеу жаза берген. Айыптау керек та, айыптау керек. Болды, жала жаба берген, бітті. Ол жерде мысалы үшін бізді, мен өзім сотыма бара жатқанда қараша айында бізді ДПС қызметкерлері келіп қысып тоқтатқандығын, солардың бәрін сотта көрсетіп айттық қой біз. Бұлар Досан Айтишевтің түзген актісі, сол жерде дейді, ДПС қызметкерлері арнайы көлікпен келіп тоқтатты. Оқиға Қасымбек, Нәлібек Қасымбектің құжатын жоқтығыны білген Нұржан Мұхамедов оқиға орнынан бой тасалады деп жазғанда, айыптау актісінде. ДПС қызметкерлеріне балағаттап, оқиға орнынан бой тасалап кетті деп отырды. Ана жерде бейне роликте басқаша көрсетіп тұр. Мұнан қарасам, бұлардың сауатсыздығы соншалықты. Сосын мен кімге сотқа Жанат Мүсірәлі қызына бір кішкене мен немді алғанда, деламды алғанда, кішкене көңілім жылығандай болып еді. Сол түрмеде жатсам да, осы кісі әйел ғой бұл, ана ғой. Бұның да баласы бар шығар, бала-шағасы бар шығар. Бұл да аналық мейірім болу керек қой. Еш болмаса кішкене болсын, аналық мейірім болу керек осы кісіде. Осы кісі бір кішкене жан-жақты қарайтын шығар деп өзім ойладым негізінде да. Біздің жүйедегі қазіргі қызметкерлердің ешқайсында адами қасиет, керек болса соттардағы аналық мейірім, біздің нелеріміз айтады, қазақта бір жақсы сөз бар ғой, ана деген бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді. Жанаттың кілті ананың табанының астында дейді да. Мен сондай сөздерді есіме алып, Жанат Мүсірәлі қызына бір кішкене сенім артқан едім да. Ол алдыда прокурордың жазған несін, қарарын оқып бере салды, болды.
Сонда ол кісіге мен 5 рет сот болды ғой. Қаншама түсіндіріп айттым мен сол жерде. Бізде мен осындай жағдайда шықтым. Мен ешқандай ДВК-ға қатысым жоқ. Мен ешқандай көше партиясына қатысым жоқ. Мен ұлтымның болмысы үшін, ұрпағымның болашағы үшін күресіп жүрмін. Маған ешқандай мансап қуалап, әлде болмаса бірдеңе сұрап жүрген жоқпын мен. Мен ертеңге болашағымызды ойлап жүрмін деп қаншама түсіндіріп айттым. Жүрегі елжіреп, кішкене жібімеді ғой сол кісінің да. Содан мен қатты нала болдым жүйеге. Сондықтан мен ана бір рет неге бардым өзіміздің. Мен онша қатты қысылып кетсем, қатты қысыламын ғой енді. Өзіміздің негізінде мына тарихи жерлерімізді әулиелердің, сондайлардың басына барып, өзімді өзім былай кішкене не қыламын да, жұбатамын өзімді өзім. Сол жерге барсам бір кішкене маған бір мына жақтан көмек болмады ма, бір тылсым дүние, негізі тылсым дүние деген бар ғой, тылсым дүние. Сол жақтан бір маған көмек көрсеткендей бұл маған рух береді. Өткенде Мазаратқа да бардым, мынау қазіргі шенеуніктерге, лауазым иелеріне сол Мазараттағы төмпешіктерді арнайы барып көрсеттім. Сендердің қанша сендер жала жап, қанша халықты қина, ез, білгеніңді істей бер. Бәрібір өшерге келіп құрт құмырсқаға жем боласың. Төмпешіктің астында. Саған бұйыратыны 5-6 метр, 4-5 метр ақмата, одан басқа ештеңе алып кете алмайсың. Бәрібір бұйыратын сол. Жақсының артында жақсы ат қалады, жаманның артында дақ қалады демекші. Аттарынан тек қана дақ қалдырасыңдар, болды. Халық сендерді ертең күні, сендердің балдарыңды, сендердің ұрпақтарыңды қолмен көрсетіп жүретін болады анау. Халық жауының баласы деп. Сендер ойламаңдар, бұл дүние өзгермейді деген, осы күйі қалып кетеді деген деп. Өзгереді, бұл өзгеріс болады. Бұл кез келген дүниенің, осы жердің де шегі бар ғой, жердің. Мысалы үшін осы жерден шығып, айланып кетсең, обратно осы жерге қайтып келесің. Қаяқтың да мысалы үшін 2 шеті бар, 2 ұшы бар. Сол сияқты кез келген нәрсенің шегі бар өзің. Ол шегі жетеді. Шегі жеткен кезде халықтың алдында просто қара бет болады да. Сондықтан маған жала жапқан со Алтай Бернар, Шымкент қаласының экстрим терроризм бөлім бастығы, Алибаев Абзал, сосын Есимов Ербол, қаладан өндіріске алған, Досан Айтишев прокурор, Қаратау ауданының прокуроры, Мүсірәлі Жанат, Мүсірәлі қызы шешім шығарған сотта. Мен ол кісілерге қатты нала болған себебім кезінде осыдан бірнеше жылдар алдым. Біраз жыл болып кетті енді болған. Осында бір менде не болған, біреу жала жапқан маған. Қатты жала жапқан. Жала жапқан, наглый жала жапқан да. Сол уақытта мен сол кісілерге өте қатты жүректен нала болдым да, жүректен. И сосын сол кісілерді, мен сол кісіні именно кейіннен көрдім. Ол кісіні өзім көрген жоқпын. Бұлай сырттай естім. Короче, баласы өзін өзі асып қойған, не за что асып қойған, неге асып қойғанын білмейді. Баласының есінде 40-ында өзі қайтыс болды. Одан кейін күйеуі қайтыс болды, арадан жыл өтпей. Бір семья жоқ болып кетті ғой, бір семья. Отбасы, өзімен өзі жоқ болып кетті. Сондықтан мен мынау қазіргі жала жапқыштарға айтқым келетіні, қазақта жақсы сөз бар, 40-тың бірі Қыдыр, 1000-ның бірі Уәли деген. Біреудің болмаса біреудің наласы тиеді сендерге. Халықты сендер бетіп қинап, халықты қысым көрсетіп, халыққа бұлай не қылам деп ойламаңдар. Біреудің болмаса біреудің наласы өте қатты тиеді. Сендердің кесірлеріңнен, вот именно сендердің қазіргі жасап жатқан әрекеттерің кесірінен бейкүнә сендер өмірге алып келіп жатқан періштеден пәк сендердің ұрпақтарың ертеңгі күні зардап шегетін болады. Олардың не күнәсі бар? Әкенің күнәсі үшін бала зардап шекпеу керек қой, бала. Дұрыс па? Бұлар осылардың күнәсі үшін вакцинаға пікіріңіз қалай, вакцинаға? Мәжбүрлі вакцина деген
шығып жаңағы мәжбүрлеп жатыр. Енді көптеген мекемелерде істейтін қызметкерлер. Енді өзім салдырған жоқпын, салдырмаймын. Себебі әрбір адамның өзінің иммунитеті күресу керек. Жаңағыдай кез келген аурумен. Енді больницаға, ауруханаға күнімізді түсірмесін, жалпы енді. Бірақ мен өзім мәжбүрлі вакцинаға мен өзім қарсымын. Әр адам өзіне қажет болса өзін салдырады. Ол мәжбүрлеген заңсыз деп есептеймін. Өзіңіздің пікіріңізді айтып өтсеңіз. Мына өмірді Алла тағала маған берген да. Мысалы үшін оны жоғарыдағыларға біреуге берген жоқ. Нұржанның өміріне сен жауаптысың деп. Мысалы үшін да. Сондықтан мына өмірімді мен өзім шешемін. Өмірімді. Сондықтан мен мына вакцинаға қарсымын. Вакцина салдырмаймын. Салдырғым да келмейді. Себебі бұл вакцинадан ешқандай пайда жоқ. Оның зияны бар, пайдасы жоқ. Себебі бұл мен ешқандай пайда көріп тұрған жоқпын. Қаншама осы вакцина алғандарда қаншасы өліп жатыр. Өткенде бір вакцинаны үгіттеп жүрген бір дәрігермен сөйлесіп қалдым. Оны жасырын түрде өзім камераға түсіріп алдым. Камераға жасырын түрде. Енді ана кісімен сөйлестім, біраз уақыт сөйлестім. Сол кісінің өзі айтып жатыр да, мен дейді, адамдарға барып үгіттеуге дейді, ұялам дейді да, ұялам дейді да. Неге ұяласың? Үгіттеп отырсың ғой, сен маған айтып отырсың, вакцина салдырасыз ба деп айтып отырсың ғой сен. Көке дейді, аға дейді. Вакцина алып жатқан дейді, өзіміздің главврач дейді, ауырып жатыр дейді. Екі врачымыз дейді, екі дәрігеріміз өте қатты ауырып жатыр дейді. Соның арасында біреуі қайтыс болған. Сосын вакцина алғандардың бірнешеуін санап берді. Біраз қайтыс болып кеткен вакцина алғандардың. Оның ешқандай пайдасы жоқ ол вакцинаның. Бұл вакцинаны осы өзіміздің бір қазір атын ұмытып тұрмын. Осы Қазақстанның, өзіміздің Қазақстанның шетел демей-ақ қойса, өзіміздің Қазақстанның бір ғылым кандидаты ма, соны бір дәрігер өткенде бір неде көріп қалдым, әлеуметтік желіде. Сол кісі нақтылап айтып берді ғой, бұл вакцина. Бұны зерттеу үшін, бұны адамдарға қолдану үшін, оны ең аз дегенде 5 жыл зерттеу керек. 5 жыл зерттеу керек. Ең аз дегенде. Олар зерттеп көрген, бұдан алдын бір вакцинаны зерттеп көрген, осы спутник сияқты қазіргі вакцина, ковидке қарсы салынып жатқан вакцинаны. Зерттеп көрген, бірінші қоянның өзіне салған, ол қоян 50-де 50 болған, туған, қояннан туылған бала туылмаған, ағарай, ұрпақ жоғалып кеткен. Сол сияқты ғой, бұл адамға зияны болса болуы мүмкін, бұның мен пайдасы бар деп есептеймін өз басым. Ал өзімізде, мысалы үшін, вакцина салдырып, амал жоқтығынан жұмысы үшін, амал жоқтығынан салдырып жүргендерін дәрігерлерді, осы мектепте жұмыс істейтіндерді де көріп жүрміз. Солардың өздері ауырып жатыр қазір. Былайша айтпайды, айтуға қорқады. Мен сол енді алдағы уақытта сентябрьда қазір онлайн болады деп отыр ғой. Сабақ онлайн емес, офлайн болады деп отыр. Сабақтың бәрі қазір форма алыңдар, балалардың мектепке дайындаңдар деп жатыр ғой. Бұлар неге осындай карантиннің кезінде әшейінде бір 30 адам жиналса, кеше жерде Құдай тамақта көрдің ғой, артымыздан әкімшілік қызметкері, участковый бәрі жүгіріп барды артымыздан да. Құран оқытып жатқан жерде. Енді ол мектепте қаншама 1000 бала оқиды ғой, қаншама 1000 бала оқиды мектепте, үлкен мектептерде. Олар не себептен қазір таңда офлайн режимде мектепке барып оқитын шешім шығарды? Олар, значит, балаларға салайын деп жатыр вакцинаны. Мен оны қазір өзіміздің, мен балаларым қай жерде оқитын болса, сол жердің мектептің директоры болсын, әлде болмаса басқасы болсын, мен тікелей айтып қоя салайын қазірдің өзінде. Егер мен балаларыма вакцина салатын болсаңдар, сыраз өздеріңнің туған туысқандарыңды, құда жекжаттарыңды, біреуге бірдеңе мұра қалдыратын болсаңдар, мұраларыңды қалдырып, нотариустарға барып, өздеріңнің қол қоятын жерлерге қол қойып дайындала беріңдер жаназаларыңа. Егер менің балаларыма вакцина салатын болсаңдар, қамалып кетсем де, бір өмірге қамалып кетсем де, бір екеуің басың жұлып кетем точно. Мен балаларымды вакцина салдырып қойдырмаймын. Сол. Жақсы, Нұреке, тікелей эфирімізді аяқтадық. Мен де вакцина туралы өзім пікірімді
айтып өтейін. Енді көптеген азаматтар айтып жатыр, биліктегілер де жаңағыдай енді әңгіме болып отыр ғой, ел арасында азот диоксидін ауадан самолетпен шашып жатыр. Мынау осы қалай самолеттер ұшуды бастады, мына азаматтар ауыра бастады. Ал оған дейін бәрі жақсы тұғын. Енді ол өлетін адам ажалы келсе өле береді ғой. Енді ол аварияның өзінен мысалы пәленбай 2,5-3 мың адам қайтыс болады бір жылдың өзінде. Құрылыстың өзінен 200 адам қайтыс болады бір жылда. Стройкада істейтіндер құлап кетеді, жаңағы жазатайым оқиғалар болады. Жалпы енді көп қой, енді ондай нәрсе өмір болғаннан кейін. Мына биліктегілер де өздері осы ортада өмір сүріп отыр, оларға шашып керек не дейді да. Мен ойлаймын, ол ниеті бұзылған адам билікке келсе, ол халқы түгіл өзінің баласын да, туған туысын да аямайды ол. Ниеті бұзылған адам. Оны өздеріңіз де көріп жатырсыздар, атын атап түстемей қойын. Біздің жоғары билікте отқандардың, азаматтардың жаңағы қандай жағдайда болып отқанын, оны өздеріңіз біліп отырсыздар. Халық куә болды өз балаларын өлтіргеніне. Иә. Енді мен бір нәрсемен аяқтағым келеді. Австрияның әйгілі әлеуметтанушысы Альберт Эберхаден айтыпты. Мен дейді, жауыңнан да қорықпа дейді, азарды өлтірер дейді. Досыңнан да қорықпа дейді. Ары кетсе сатқындық жасар саған дейді. Ең қауіптісі дейді, түйсіксіз, бейғам, немқұрайлы азаматтар дейді да. Ең қауіптісі осы қоғамға, осы әлемге. Олар өлтірмейді, олар сатпайды. Бірақ әлемдегі барлық қырғындар, қауіпті азаматтардың денсаулығына қауіпті іс-әрекеттер осылардың үндемей келісуімен жасалады дейді да. Енді бізде авторитарлық, диктаторлық мемлекет, өздеріңіз білесіздер, дәрігерлер неге айтпайды дейміз. Ол дәрігерлер қызметі үшін ештеңе айтпайды ол. Ана Айна Бакеева деген бір әпкеміз болар, енді менен үлкен болар, сол шырылдап жатыр. Оның адалдығына, жалпы оның адамгершілігіне, Гиппократ антына деген адалдығына мен басым деймін мен. Оны мүмкіндігінше біз азаматтық қоғам қорғауға аламыз оны. Оны жалғызсыратпаймыз, оны тастамаймыз. Нағыз дәрігер сондай азаматтар. Мынау халықтың, ұлттың жанашыры, осы қазақтың жаңағы болашағы үшін шырылдап, жылап еңіреп, жаңағы денсаулық сақтау министрімен айтысып, тартысып, олардың емдеу хаттамаларын өзгертуге қол жеткізген міне нағыз дәрігер осылар. Ал шындықты айта алмайтын, өзінің қызметі үшін бәріне келісе беретін дәрігерлер, олар ұлттың сатқындары олар. Ұлттың сатқындары. Олар да халық жауы былайша айтқанда. Солардың үндемей келісуімен мына ұлтқа геноцид жасалып жатыр деп есептеймін мен. Заңға да, арға да сыймайтын нәрсе ол азаматтарды мәжбүрлеу, жаңағыдай ұтыс ойнатып, лотерея ойнатып, машина там береміз деп алдау, енді ол ұлтқа жасалған бір үлкен қиянат. Жалпы азаматтарды мына індеттен, аурудан қалай аман алып қаламыз деген желеумен, сылтаумен азаматтардың ең қымбат қазынасы ата заңда баян етіліп, оны президентпен кепіл болып отырған ата заңымызда ең қымбат қазынасын, құқығын, бостандығын бұзуға болмайды деп есептеймін. Осы індетті сылтауратып, індетті желеу қылып, індетті алға тосып, қолдан жасалған індеттің халықтың ең қымбат қазынасы, құқығы мен бостандығын бұзуға ешқашан ол дұрыс емес, ол заңға қайшы әрекет. Егер де мынау кімнің Цойдың қаулысын шығарып жатқан жаңағы қаулыларын заңды болса, оны конституциялық кеңес мақұлдасын оны. Мына заңға ешқандай конституцияға, ата заңға қайшы келмейді бұның Цойдың қаулысы деп халыққа жарияласын. Біз жауап береміз. Цойдың бәрі жасап жатқан тірліктердің бәрі заңды. Азаматтардың ата заңдағы баян етілген құқықтары бұзып жатқан жоқ деп конституциялық кеңес өзінің несін айтсын, қорытындысын жарияласын. Өйткені жер-жерде шығып жатыр азаматтар, сендердің маска тақ дегендерің, жаңағы мекемелерге, нысандарға ашық деген жаңағы бағдарлама арқылы кірулерің керек,
ЖСН теріп айтып жаңағы өзің дербес деректеріңе жаңағыдай мүмкіндік беріп ана коммерциялық нысанда отқан кез келген азаматқа мысалы да оның бәрі біздің мынау азаматтардың құқығы мен бостандығы сақталмайтын елде өте қауіпті әрекет оның бәрі. Мынандай азаматтардың құқығы несі қорғалмайтын елде біздің дербес деректеріміз қолжетімді болмау керек. Қолжетімді болып кетті қазір бәрі қазір. Сондықтан мен осы нәрселерді талап етемін. Ояу болайық, сергек болайық. Өзіміз өмір бірақ беріледі. Сол өзіміздің денсаулығымызды, құқығымызды аяқ асты етпейік. Мынау үкіметке, лауазымды азаматтарға таптатуға жол бермейік. Сергек болайық, ояу болайық, мықты болайық. Жақсы, сау болыңыздар. Bir kişine қосып кетейін, bir kişine мүмкіндік болса. Мынау Қожа Ахмет Яссауи бабамыз, осы Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи 63 жасынан кейін пайғамбарымыздың жасынан өтіп кетпейін деп жердің астында жатып қаншама нелер зерттеді ғой. Дала демократиясын қалыптастырған кісі, сол кісі. Осы дала демократиясын. Сол кісінің бір айтқан сөзі бар. Сен дейді, қай жерден шыққаныңды білмесең дейді, қай жерге бара жатқаныңды дейді, қай жерден шыққаныңды білмесең дейді, қайда баратыныңды дейді білмейсің дейді. Сондықтан мен мына қазаққа айтатыным, мына қазақтың арасындағы бір-біріне айдап салып, бір-біріне неғып жатқандар, осы жерден бәрін тоқтатуымыз керек. Біз қазақ өте ұлы халықпыз. Біз егер өзіміздің түбімізге теріс қарайтын болсақ, тарихымызды ақтарып қарайтын болсақ, біз өте текті халықпыз. Сондықтан өзіміздің тектілігімізден айырылмайық, тектілігімізден. Біздің баратын жеріміз ары қарай бірінші өзіміздің ұлтымызды қалыптастыру, ары қарай Алла тағаланың алдына барамыз, түбі келгенде бәріміз. Сол екінші бір қысқаша айтып кететінім, мен мынау Бәңелде сен саясаткерлердің арасында кімдерді үлгі тұтасың дегендей айттың ғой. Бұл жерде мынау нелер де бар, қыз-келіншектер де бар арада. Соны қосып кетейін. Түркияда отырған Ардақ әпкемізді білесің ғой. Сол кісі 2016 жылы осы жер мәселесінің бойынша да шықты, қаншама қысымдарды көрді, не қылды. Ол кісіні де қаралап тастады негізінде. Мен сол кісінің ұстанымына өте жақсы не қыламын, қолдаймын ұстанымын. Өзім сол кісінің ұстанымын қолдаймын. Мысал үшін, әйтеуір көрінгенге күйе жағып, көрінген жамандай бермейді. Ол кісіге қаншама күйе жағып жатса да шыдайды. Бір күн бұрқ еткізіп нақтылап айта салады, болды. Сосын мына кім бар? Астана қаласында Майгүл Садыйкованы білесің, өте ол сауатты, өте бір өзіне бір достойная не да. Сөздерінің әрбір сөздерінде бір шындық жатады да. Әйтеуір анау көрінгенге жала жауап жатқандар сияқты әйтеуір бірдеңе бұлтырмайды. Нақты айтылады сөздер. Жазған посттарының өздерінен белгілі болып тұр ғой. Сосын мынау шетелде отырғандардың қалған Ержан Тұрғынбай сияқты соларға айтқым келетіні, жап-жас болса да Ғани Стамбеков Америкада жүріп, Қытайдың мәселесін, елдің мәселесін көтеріп, акциялар ұйымдастырып, қаншама сол жерде шерулер өткізіп жатыр. Ғани Стамбеков. Міне болатын бала, шынымен болатын бала. Соңында мынау Людмила Козловская деген бар, ДВХ-ның несі, Людмила Козловская ма, правозащитницалары бар мыналардың. Сол Ғани Стамбековті де жамандап жатты бір, сатқынға шығарып жатты. Мен соларға айтқым келеді, естіңдер ғой? Мен соларға айтқым келеді, сендер ұлтқа жаны ашитын болсыңдар, нағып отырсыңдар, шығармайсыңдар ма? Сол жақта Францияда да жатыр ғой қаншама қазақ. Италияда жатыр қаншама қазақ. Шығарыңдар акцияға. Жамандамаңдар. Жақсы. Құрметті қазақ, аман сау болыңыздар. Тыңдарыңызға рахмет. Бәріңізге Алла разы болсын. Алла әрбір қазағымызды отбасына амандық, деніне саулық берсін. Құт береке, ырысқы несібе Аллах тағала молынан берген болсын. Тек қана ауызбіршілікте болайық, ағайындар. Алтау ала болса, ауызда кетеді, төртеуі түгел болса, төбедегі түседі дейді ғой. Сол сияқты төртеуімізді түгелдеп, төбедегін түсірейік. Төбедегі түссе, қой үстінде бос торғай жұмыртқалайтын заман келеді.
Рахмет, сау болыңыздар. Мен қысқасы қосып өтейін. Жалпы біз қазақ адамның сөзіне қарайтын халықпыз ғой. Біз сөзіне емес, ағайын адамның іс-әрекетіне, жасаған тірлігіне қарауымыз қажет. Себебі біз жаңағы сөзіне қарап алданатын бір кәмелетке толмаған қыз емеспіз. Біз барша қазір телефон бар, 21 ғасыр, барлық ақпарат қолжетімді. Сондықтан егерде дұрыс ақыл, дұрыс ой болса, бізде жақсы ниетіміз адал болса, кімнің кім екенін ажыратуға мүмкіндік бар деп есептеймін мен. Сондықтан енді кімнің адал, кімнің қара екенін, мынау халық бар, тарих бар, ол өз жаңағы бағасын бере жатар. Алаштың ардақтысы Ахмет Байтұрсыновтың сөзі бар ғой. Асықпаңдар, артымызда қазы бар, көрлеріміз тексеріліп қазылар деген екен. Сол сияқты артымызда қазылар бар, артымызда халық бар, тарих бар, әркім өз тарих бағасын бере жатар. Жақсы ағайын, ояу болайық, сергек болайық. Ұлттың ұпайын жібермейік. Ұлттың жанашырларын, қоғамдық белсенділерді шамамыз келсе қолдайық, жанынан табылайық. Сол ағайын. Жақсы, келесі сұхбатта жолыққанша сау болыңыздар.